Сіздерге керемет жаңалығым бар. Ағымдағы жылдың 28-29 қыркүйек күні Астана қаласында Digital Bridge цифрлық форумы өтті. Сол форумда цифрлық даму министрлігі Samsung Electronics компаниясымен бірге бірлестік жөнінде меморандумға қол қойды. Нәтижесінде Астана қаласындағы Астана IT университетінде, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде, Ақтөбе қаласындағы Жұбанов атындағы университетте, Талдықорған жастар орталығында тегін IT мектептер ашылды. Мен бұл жаңалықты ести сала, оларға хабарласып мән-жайын білдім. Бұл IT мектептерге 15 және 25 жас аралығындағы кез келген жастар өтінім бере алады. Курс аптасына 2-3 рет 2 сағаттан өтіледі. Курс ұзақтығы 5 және 9 айға дейін. Және курс барысында Java, Python бағдарламау тілдерін үйренетін боласыздар. Егер де курсты сәтті аяқтасаңыздар, Samsung сертификаты беріледі. Оқу офлайн түрінде жоғарыда аталған 4 оқу орнында өтеді. Бірақ мұңаймаңыздар, онлайн оқу түрі де бар. Google Meet арқылы, видеоконференция арқылы дәрістер өткізіледі. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, міндетті түрде білім алыңыздар. 15 және 25 жас аралығындағы іні бауырларыма айтарым, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Жас кезде білім алыңыздар, уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар.